мерекеге арнап жасалған мерекенің әлеуеті бөлек есіктен кіргеннен ер азаматтар қыз келіншектерді қолпаштап әлек, алайда бұндай құрметтің 360 күннің бір күнде ғана жасалатын болмаса, әрине біз қуаныштымыз. Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театры бүгін ханымдарды қарсы алды. Театрдың табалдырығын аттаған әр келіншекке жеке-жеке қошемет көрсетілді. Жігіттер сырттан кірген кісіні қол шапалақтап қарсы алып, аналарға раушан гүлін сыйлап жатыр. Бокалдарға құйылған ақ қайнар ұсынылды. Театр залына ер балалар ханымдарды қолтықтарынан демеп кіргізіп, орындарға жайғастырды. Әйел әлемнің нұры атты концерт 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орайластырылған. Оған әртүрлі саланың қызметкерлері, көп балалы аналар, соғыс ардагерлері барлығы 400-ге жуық адам шақырылған. Көрермендер Әлия Гүлі ұлттық би ансамблінің орындауында Сақ қыздар биін, Нұрсәт балабақшасы тәрбиеленушілерінің авангард сән топтамасын тамашалады. Көктем ханшайымы қалалық байқауына қатысқан арулар мерекелік кешке көрік қоса түсті. Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызбен өздеріңізге амандық, дендеріңізге саулық, ұзақ әрі шаттыққа толы ғұмыр, шаңырақтарыңызға құт береке тілеймін. Жиналғандарға қала әкімі атынан сыйлықтар берілді. Гүл және жеміс-жидекке толы себеттер мереке қарсаңында нәзік жандыларға лайықты сый. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәулік.